Мына жерде 6 сука немесе алюмин. Ёп, немен ет бұлар. Бұл агрессивті жүрісте де өзінің белсенділігін жоғалтпайды. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздің шоулуда жай ғана Mercedes емес. Бұл 2018 жылғы AMG E63S. Сыртынан қарасаң жай ғана E-классқа ұқсайды. Бірақ сен бұл автокөлікте газды басқанда мүлде басқа автокөлік екенін түсінесің. Көп адам E63S'ті отбасылық седан деп ойлайды. Бірақ бұл автокөлік көптеген спорткарлармен бір қатарда тұра алады. Неге екенін қазір толық айтып шығамын. Ал енді моторынан бастайық достар. Бұл капоттың астында 4 литрлік V8 битурбо орналасқан. Қуаты 612 ат күші, айналу моменті 850 ньютон метр. 0-ден 100-ге дейінгі уақыты 3-4 секундты құрайды. Бір сәт ойланып қараңыздаршы. Бұл уақытпен Lamborghini және Ferrari суперкарлары қатар жүреді. Бірақ бұл күш қуаттың барлығы 4 есікті 5 адам қатар отыратын бизнес седанда кездесіп тұр. Мына жерде 6 поршенді үлкен AMG суппорттары тұр. 612 аттың күшін тоқтату үшін кәдімгі тежегіш жүйесі жеткіліксіз. Mercedes бұл модельге үлкен перфорацияланған дискілері мен өнімділігі жоғары тежегіш жүйесін орнатқан. Бұл агрессивті жүрісте де өзінің A few moments later. 2 hours later. өзінің белсенділігін жоғалтпайды. Енді трансмиссиясына тоқталайық. Мұнда AMG Speedfish MCT 9 сатылы автомат қорабы орнатылған. Қарапайым гидротрансформатордың орнына дымқыл муфта орнатылған. Соның арқасында бұл берілістері өте тез ауысады. Жүргізіп келе жатқанда әр берілісті өзің сезесің. Әсіресе спорт плюс режимінде әр беріліс кішкентай соққы сияқты сезіледі. Комфорт режимінде бұл кәдімгі жайлы Mercedes сияқты жүреді. Жұмсақ, тыныш, ұзақ жолға да өте ыңғайлы. Ал спорт немесе спорт плюс режиміне ауысқанда бұнда мінез мүлде басқа жаққа өзгереді. Руль қатаяды, газ педалі өткір болады, амортизаторлар қатаяды, шығарғыш жүйесінің дыбысы өзгереді. Яғни бір батырманы басу арқылы жайлы бизнес седандан мінезі бар нағыз AMG-ге айналады. Сыртқы дизайн туралы айтатын болсақ, Pan American торы, агрессивті бамперлер, кең қанаттар, 4 шығару құбыры және үлкен дискілер. Бірден бұл көлікті қарапайым E-класс емес екенін көрсетеді. Бірақ соған қарамастан артық көзге түсе бермейді. Сондықтан көп адамдар бұны ұйқыдағы монстр деп те атайды. Салоны да ерекше. AMG рөлі, карбон және алюминий декорлары, спорт орындықтары, бурмистер аудио жүйесі және 2 үлкен дисплей бұл автокөлікке премиум класты береді. Күнделікті мінуге де өте ыңғайлы. Артқы қатарда да орын жеткілікті. Жүк салғыш көлемі де қалыпты. Яғни бұл көлікпен жұмысқа да бара аласыз, отбасымен саяхатқа да шыға аласыз, ал керек кезде спорткарлардың соңынан ілесіз. Әрине, минустары да бар. Біріншіден жанармай шығыны, екіншіден техникалық қызмет көрсету. AMG болғаннан кейін майда тежегіштері де шиналарда қарапайым Mercedes бағасында болмайды. Сондықтан мұндай көлікті алар алдында күтім шығындарын міндетті түрде ескерген дұрыс. Енді ең қызығы бұл автокөлік Кореядан Қазақстанға дейін қанша бағада келді және қазақ номерге қанша тұрды. Барлығын бірге есептейік. Ең алдымен бұл көлікті Кореядан сатып алып Алматыға дейін жеткізіп және біздің қызмет ақымызды қосқандағы бағасы
19 миллион 300 мың теңге. Яғни Алматыға дейінгі бағасы 19 миллион 300 мың теңгеге келіп жетті. Дәл қазір көлік растаможкасынан өтті, транзит номерде. Растаможкада касса 3 миллион 350 мың. Ол бізде сетка арқылы доллардың курсымен есептеледі. Дәл осы автокөлікке 3 миллион 350 мың теңге касса шықты. Және услуга брокера, сос кнопка, СБГТС, ЭПТС жаңадай пакеттердің барлығы 600 мың теңге. Одан кейін бұл автокөлікке утиль. Утилі 4 литрлі қозғалтқыш болғандықтан бұған 2 миллион 486 мың 500 теңге утилі төленді. Төленеді. Одан кейін бұл автокөлік 3 литрлі қозғалтқыш 3 литрден жоғарғы қозғалтқыш болғандықтан бұған акциз төленеді. Акцизі примерно 400 мың теңге. Және бұл автокөлік 3 жылдыққа кірмейді. 3 жылдық дегеніміз 2024, 25, 26 жылғы автокөліктер. Ал бұл 2018 жылғы автокөлік. Сондықтан бұған первичка 2 миллион 162 мың 500 теңге. Енді қазақ нөмірмен бағасын төменде жазып кетеміз. Егер сізге күнделікті мінуге болатын, бірақ керек кезде кез келген адамды таңғалдыратын автомобиль керек болса, онда Mercedes AMG E63S өте мықты таңдаудың бірі. Ал сіз осы E63S'ті алар ма едіңіз, әлде BMW M5 F90 автокөлігін алар ма едіңіз? Пікірге міндетті түрде жазыңыз. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Алда осындай автокөліктерге тағы да шолулар болады. Сіздермен бірге болған Алаш Экспорт компаниясы.